Сәлеметсіздер ме, ата-аналар және оқушылар. Бүгін біз 76-шы сабақтың кері есептер деген тақырыбын түсіндіретін боламын. Яғни бірінші тапсырмамыз балаларға қалай түсіндіреміз. Бірінші тапсырмада балаларға оқып береміз. Шабадандар мен қапшықтарды сана деп тұр. Шабадан дегеніміз яғни чемодан. Осы чемоданды санайды балалар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 шабаданымыз бар. Ал жол қапшық ол сөмкелеріміздің саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бізде жол қапшығымыздың саны 8. Енді мына жерде бізде мынадай сұрақ бар. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Осы жерде шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық екенін табу үшін ең алдымен біз есептің шартын құрастырамыз. Мына жерде дайын есептің шарты бар. Мінекей астында жазылып тұр сіздерге дайын. Осы жерде Ж дегеніміз ол жол қапшықтың саны 8 дана. Ал Ш дегеніміз, мына жерде тұрған Ш дегеніміз шабаданның саны, яғни оның саны 5 дана. Бізде не белгілі? Екеуі де белгілі, яғни жол қапшық та белгілі, шабаданның да саны белгілі. Бізде не белгісіз? Бізде нешеуі артық екені белгісіз. Ол дегеніміз мінекей белгісіз артық. Яғни қайсысының артығы белгісіз деп тұр. Шабаданға қарағанда, яғни мына шабаданға қарағанда жол қапшықтың саны дейді. Яғни сызықты былай қоямыз. Мынаған қарағанда нешеуі артық деген сұрақ осы жерден пайда болады. Одан кейін бізде сызбасын қалай сызамыз? Сызуды үйрететін болсақ, балаларға бізде екеуі де белгілі. Ең алдымен бірінші кесінді сызамыз. Бірінші кесінді ұзын қылып сызамыз, қысқа қылып сызамыз. Екінші кесіндіні ұзын қылып сызамыз, өйткені 8 ол 5-тен көбірек болады. Енді осы жерде біз үстіңгісіне 5 деп жазамыз, астыңғы кесіндіге 8 деп жазамыз. Ал мынаның арасы нешеуі артық деген сөз. Бұл тапсырманың жанына орындайтын болса. Енді біз шешуін табамыз. Шешуі бізде нешеуі, енді қараңыз, сізде екеуі де белгілі болатын болса, бірақ нешеуі артық екені белгісіз болатын болса, біз азайтамыз. Біз алдыңғы есептерде біз артық болса қосатын едік, ол кезінде екінші заттың саны белгісіз болатын болса қосатынбыз. Ал мына жерде екеуінікі де белгілі, сондықтан нешеуі артық екені белгісіз болғандықтан біз азайту арқылы табамыз. Үлкен саннан 8-ден 5-ті азайтсақ 3 шығады. Яғни жауабына біз сұрағын көшіреміз. Сұрақтың орнына біз 3 деген санды қоямыз және артық деп жазамыз. 3 артық десеңіздер де болады, немесе 3 артық деп жазсаңыздар болады. Енді екінші сұрағымыз жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем дейді. Нешеуі кем екенін табу үшін не істейміз? Нешеуі кем екенін табу үшін қайтадан осыны қайталап көшіріп аламыз. 8 дана жол қапшық, шабаданның саны 5 дана. Тағы да сұрақ белгісі, бірақ кем деп жазамыз. Ал енді жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем деген, сондықтан сызықты біз жол қапшыққа қарай бұрып сызамыз. Осы жерде шешуін табатын болсақ, бізде нешеуі кем екені белгісіз, сондықтан нешеуі артық екені белгісіз болса және нешеуі кем екені белгісіз болатын болса, біз үлкен саннан кіші санды азайту арқылы табамыз. Жауабына жазамыз 3 кем деп. Осы жерде сызбасын сызған кезінде де дәл осы сызба қайталанып сызылады, бірақ мына жерге нешеуі кем деп өзгертетін боламыз. Осымен біздің бірінші тапсырмамыздың есебі осылай шығарылады. Енді біз нөмір 2 тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңда және шығар дейді. Мына А, Ә, Б нұсқаларының біз қысқаша шартын табуымыз керек. Бұл жерде ең алдымен табу үшін А нұсқасында берілгенін оқимыз, мәтінді есепті оқимыз. 7 жол қапшық пен 5 шабадан тұр дейді. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Енді біз бұл жерде белгілі сандарды анықтап аламыз. 7 мен 5 бізде анық тұр. Одан кейін бізде белгісіз шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Артық деген бізде сөзіміз бар, бірақ белгісіз деп тұр оны. Бұл жердегі бізге сәйкес келетін, бірінші сәйкес келмейді, өйткені кем деп жазылған. Екіншісі ол жерде артығы белгілі, бұл бізге қажет емес. Үшінші неміз қысқаша шарты, бұл бізге сәйкес келеді. Яғни нешеуі артық екені бізде белгісіз. Осыны енді біз дәптерге қалай орындаймыз? Ең алдымен есептің шартында берілген белгілі сандарды жазыламыз. Бұл жерде 7 ненің саны? Жол қапшықтың, яғни А нұсқасы жол қапшықтың саны 7 дана. Ал 5 ол шабаданның саны. Шабадан 5 дана. Енді сұрағына назар аударамыз. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Яғни сызықты былай құраймыз. Шабаданға қарағанда деп. Шабаданға қаратып қоямыз сұрақты. Нешеуі артық. Есептің біз сызбасын сызамыз. Бізде 5 шабаданымыз бар және 7 шабаданымыз бар. Және мына жеріндегі нешеуі артық. Енді біз есебіміздің шешуін табу үшін бізде нешеуі артық екен белгісіз, яғни не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. Жауабына біз
сұрағын көшіреміз. Сұрағы яғни міне. Сұрақтың орнына 2 деп жазамыз. Екеуі артық. Яғни шабаданға қарағанда жол қапшықтың екеуі артық болды. Бұл бізде А нұсқасы. Енді А нұсқасын шығару үшін не істейміз? А нұсқасында да белгілі сандарды белгілеп аламыз. Мына жерде бірінші жол қапшықтың саны бізде белгілі. Ал екінші бізде шабадан белгісіз. Өйткені сан жазылмаған, бірақ екеуі кем деп айтып тұр шабаданды. Осы жерде біз шартын құру үшін қысқаша жазамыз. Жол қапшығымыз 7 дана. Ал шабаданымыз белгісіз, бірақ екеуі кем дейді. Осы жерде біз шешуінде кем дейтін болса, артық дейтін болса да, не істейміз? Азайтамыз. 7-ден 2-ні азайтамыз. Жауабы 5 шығады. Сонда бізде сұрағын көшіреміз. Шабаданымыз 5, яғни 5 шабадан. Енді мен Б нұсқасын көрсетейін. Б вариантындағы есепті шығаруды. Бізде белгілі 5 шабадан және екеуі артық жол қапшық дейді. Яғни жол қапшықтың саны бізде белгісіз. Өткен сұрағында жазып бірнеше жол қапшық тұр деп. Бізде шартына жазамыз. Шабадан Ш деп қысқарып жазсаңыздар болады. Шабаданның саны бізде 5 дана. Ал жол қапшықтың саны белгісіз, бірақ екеуі артық. Біз шешуінде артық десе не істейтін едік? Жол қапшығымыз екіншісі белгісіз болса, артық десе біз қосатын едік. Яғни 5 пен 2-ның қосындысы 7. Жауабына біз сұрағын көшіреміз. Бізде сұрағы жол қапшықтың саны 7 жол қапшық шықты. Осымен біздің нөмір 2 есебіміз аяқталды. Келесі бізде нөмір 3 тапсырма. Әр отбасы жүгінің жалпы массасын есепте дейді, салыстыр дейді. Бірінші отбасы мынау. Бірінші отбасының біз жүгінің жалпы массасын есептеу үшін барлығын бір-біріне қосамыз. Жазамыз 3 килограмм, қосылған 2 килограмм, қосылған 5 килограмм, қосылған 10 килограмм, қосылған тағы да 10 килограмм. Біз бұл жерде сандарды бір-біріне оңай тәсілмен қосуды есептеуді үйретеміз. 3 пен 2-ның қосындысы бізде 5 шығады. 5 пен 5-ның қосындысы бізде 10 килограмм шығады. 10 килограммға мынау 10 килограммның қосындысын, яғни 20 килограммды қосамыз. Жауабы сонда 30 килограмм шығады. Бірінші отбасынікі 30 килограмм жүгі. Ал енді екінші отбасынікі 5 килограмм, қосылған 5 килограмм, қосылған 20 килограмм, қосылған 20 килограмм, қосылған 10 килограмм. Енді 5 пен 5-ның қосындысы бізде 10 болады. 10 мен 20-ның қосындысы 30 килограмм. 30 килограммға мына 20 мен 10-ның қосындысы 30 килограмм, яғни 30 килограммды қосамыз. Жауабы шығады 60 килограмм. Сонда біздің бірінші отбасының саны 30 килограмм шықты, екінші отбасынікі 60 килограмм. Яғни бірінші отбасынікі кем, екінші отбасынікі артық. Келесі тапсырма бізде нөмір 4 есеп, есепте тексер дейді. 70 пен 30-тың айырмасы бізде 40 болады. Бұны қалай балалар тез есептейді? 7 ондықты біз 7 деп аламыз, 3 ондықты біз 3 деп аламыз. 7 мен 3-тің айырмасы 4 болса, 4 ондығымыз, яғни бізде 40 шығады. Дәл осылай ондыққа айналдырып отырып есептесе балалар тез есептейді. 90 мен 20-ның айырмасы 70, 10 мен 80-ның қосындысы 90, 70 пен 70-тің айырмасы 0, 90 мен 30-тың айырмасы 60, 70 пен 20-ның қосындысы 90, 60 пен 10-ның қосындысы 70 болады. 80 мен 80-ның айырмасы 0, 80 мен 20-ның айырмасы 60, 80 мен 20-ның қосындысы 100-ге тең, 50 мен 50-дің қосындысы 100, 40 пен 40-тың қосындысы 80. Сендерге балалар, ата-аналар түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер, және де видеоны ең бірінші болып сіздер көретін боласыздар.